Алдымен азаматтар амандасып, қол алысып, иық қағыстырып, көрісіп, білісіп алмақ. Одан кейін барып, ақтық сында бастаймыз ағай. Нағыз кіл жүйрікте кім жүйрікті анықтайтын сәт келген сияқты. Ендеше қазір ортада меркілік Ақтоған командасы мен Қарағандылық нәтиже командасы бірінші орынға таласты бастайды. Мінекей. Тамаша. Екі команданың да әдіс тәсілі көз қызықтырардай. Тамаша. Сәттерден тұрады екен. Мінекей. Бірінші нөмірлі нәтиже командасының ойыншысы. Алдарыңызда Басаринов Жандос мырзаның тақымында. Мінекей, Жандостың тақымындағы серкеге жармасқан меркілік. Төтенов Елдар. Екі командада өте тәжірибелі, сен тұр мен атайын деген жігіттерден құралған екен баршамыз. Көзіміз көріп тұр. Мінекей әлі де Жандостың тақымындағы серкені қарсыластары жұлып ала алмады. Дегенмен Жандос өзінің әріптесі командаласы екінші нөмірдегі Тілеубек Темірланға пас беріп те үлгерген екен. Енді Темірлан шаруаны соңына дейін жеткізе алар ма екен Қанекей? Ал енді нағыз аттың басын жіберетін сәт туған сияқты еді, алайда қарсылас командасы қорғаныста керемет жұмыс істеп кетті. Мінекей ойынның басталғанына 1 минут 50 секунд болды. Тамаша. Төртінші нөмірлі Ақтоған командасының ойыншысы Жақсылықов Руслан мырза тақымына серкені басып үлгерді. Енді мінекей Қазандыққа тым жақсы келді, алайда қасына командасыларынан көмек болмағасын Қарағандылық ойынша екінші жейдедегі Тілеубек Темірлан тақымынан жұлып алып ойынның тамаша қызуын көрсетті. Ал бәрекелді мінекей. Жекпе-жек. Жекпе-жекте 4-ші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы Жақсылықов Руслан мырзаның тақымында. Бәрекелді мінекей. Салым. Есеп ашылды. Ақтоған командасында бір салым. Есеп 1-0. Ақтоған командасына қошеметтеріңіз болсын. Мінекей төрешінің ысқырығы берілді. Ойын басталды. Шауып келе жатып үлген екінші нөмірлі Қарағандылық ойынша Тілеубек Темірлан. Бәрекелді. Шеңберде 2-4-ші нөмірлі балуандар. Мінекей Қарағандылық 4-ші нөмірлі Жаңбырбаев Әнуар тақымына басып үлгерді. Енді астындағы Шымкент Қараның тізгінін босатып жалғырығын шуатып шаптырса қарсылас команданың қазандығынан табылады деген ой бар. Бәрекелді. Десе де Ақтоған Көкпар командасының қорғанысы тамаша. Дәл қазір оңтайлы сәт келген сияқты, алайда әлі де
Әлі де Ақтоған Көкпар командасының қорғанысы мұқалмай тұр. Тамаша. Финалға лайықты ойын екенін сөзсіз. Мінекей, екінші нөмірлі қарағандылық Тілеубек Темірлан астындағы Тұман атты сәйгүлікпен Серкен тақымына басқанын көрдік. Енді ойынды соңына жеткізе алар ма екен? Жоқ, әрине. Ақтоған Көкпар командасының қорғанысы тым бекем екенін көрсетті. Қарағандылық нәтиже Көкпар командасының құлағына алтын сырға. Ортада жекпе-жек. Мінекей, астындағы Шымкент қара. Мінекей, сары өріктен қайлап берген сияқты. Қошеметтеріңіз болсын, ағай. Бәрекелді. Ақтоғандық 4-ші нөмірлі Жақсылықов Руслан тақымына жақсылап тұрып Серкені басып алды. Қазандыққа қарай қашып та алды. Енді салымды салар ма екен Қанекей? Бәрекелді. Тамаша. Қошеметтеріңіз болсын, ағайын. Ал кетті Қанекей. Бәрекелді, мінекей. Бәріміз көргендей 2-ші нөмірлі Ақтоғандық Құлсары Есіркеп тақымына басқан еді, алайда уақыт өтіп кетті, ағайын. Уақыт. Ал кеттік. Бәрекелді. Ай, тамаша. 4-ші нөмірлі Қарағандылық Жаңбырбаев Әнуар астындағы Шымкент қарамен салым. Бәрекелді, салым. Қошеметтеріңіз болсын. 2-ші тайымның басын Қарағанды командасы есепті теңестіруге бел байлаған сияқты. 4-ші нөмірлі Жаңбырбаев Әнуар мырза 1-ші салымды салды. Ендеше нәтиже командасында 1 салым, Меркі командасында 2 салым. Қарағандылық жанкүйерлерге де бір уф дейтін, теріс үртетін уақыт пайда болған сияқты. Тамаша, мінекей. Қарағандылық нәтиже Көкпар командасы да жерден Серкен ілген еді, алайда Ақтоған Көкпар командасының қорғанысы өз жұмысын атқарып, алаңның сыртына шығарып жіберді. Жекпе-жекте 4-ші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының белді мүшесі Жақсылықов Руслан мырза. Нәтиже Көкпар командасынан жекпе-жекке қатысатын 2-ші нөмірлі Тілеубек Темірлан. Қос команданың да палуандары осал емес, дегенмен Ақтоған Көкпар командасының палуаны өз айла тәсілін асыра білді. Нәтиже командасына қорғанысты нығайту маңызды сияқты. Дәл қазіргі сәтте байқағандарыңыздай бәрекелді Ақтоған Көкпар командасының 4-ші нөмірлі ойыншысы Жақсылықов Руслан салымды аяқтады. Ойын керемет көрініс табары сөзсіз. Бәрекелді. Жердегі бәрекелді, мінекей өзінің ептілігімен 2-ші нөмірлі нәтиже командасының ойыншысы
Тілеубек Темірлан тақымына басып, тұманмен салымды болды. Қошеметтеріңіз болсын. Тілеубек Темірланның орындауындағы тамаша салым Қарағандылық нәтиже Көкпар командасының қоржында 2 салым. Ақтоған Көкпар командасында 3 салым. Тамаша ойынды бәріміз көріп тұрмыз. Мінекей 2-ші нөмірлі. Бәрекелді. Астындағы Шымкент Қарамен Қазандыққа ұмтылып келе жатқан нәтиже Көкпар командасының ойыншысы 4-ші нөмірлі Жаңбырбаев Әнуардың тақымында. Бәрекелді, мінекей нағыз тартыс, нағыз ойын деп болсын айтағайын. Қиқулап, қошемет соғып отырайық қанекей. Астындағы Шымкент Қараның ойынына қараңыздар. Бәрекелді, міне жібер балуан. Жібер тізгінді. Бәрекелді. Қазандыққа тураламайды лақтырған екен. Мінекей, тамаша. Бәрекелді. Ойын жалғасады. Қанекей 2-ші нөмірлі Ақтоғандық Құлсары Есіркептің тақымында Серке. Мінекей Құлсары Есіркеп қарсылас команданың қазандығына жалғыз өзі барып оңашалап салымды болды. Көкпар ол көркем өнер емес, ол нағыз мықтылардың сынасатын, күш сынасатын, білек сынасатын ортасы. Талай жағдайлар орын алады, дегенмен ойын тоқтамайды, ойын әрі қарай жалғасады. Нәтиже Көкпар командасына есепті теңестіріп қана қоймай, жеңіске жетуіне мүмкіндік орасан зор екен айта кету керек. Бәрекелді. Ақтоған Көкпар командасының ойыншысы Жақсылықов Русланның тақымында Серке. Мінекей палуандардың жабысып, тартысып жатқанын көріп тұрмыз. Қарағандылық 4-ші нөмірлі палуан жармасты, дегенмен 2-ші нөмірлі Ақтоғандық Құлсары Есіркеп өзінің амал айласын асырып кетті. Дәл қазір шабуылға көшті, дегенмен Қарағандылық команданың қорғанысы сәл ақсап тұрғанын көріп тұрмыз. Есесіне 2-ші нөмірлі Құлсары Есіркептің салған салымын баршамыз көрдік. Палуанға қошеметтеріңіз болсын. Есеп 2-де 5. Ойынның аяқталуына 1,5 минут уақыт қалғанын ескертейік палуандарға. Ал бәрекелді. Тамаша, мінекей 4-ші нөмірлі Қарағандылық нәтиже Көкпар командасының ойыншысы Жаңбырбаев Әнуар Мырзаның тақымында. Ал қанекей. Жаңбырбаев Руслан. Жақсылықов Руслан 4-ші нөмірлі Ақтоған Көкпар командасының ойыншысында. Ауысымдағы ойыншы Құлсары Есіркептің тамаша салымын баршамыз көрдік. Ойынның аяқталуына 42 секунд уақыт қалды. Бәрекелді, мінекей. Бірінен бірі қызғанып, Серкенің қасынан шауып өттік.
Бәрекелді. Мінекей. Аутқа шықпады. Мінекей ойын әрі қарай жалғасуда. Бәрекелді. Уақыт төреші, уақыт. Бәріміз көргендей, Ақтоған Көкпар командасы жеңіске жетті. Дуғол қошемет болсын. Құрметті достар, мінекей, бәріміз бүгін керемет дүбірлі тойдың куәсі болдық. Керемет атқарылған шара болды. Ел игілігіне, көкпар сүйер қауымның игілігіне. Ендеше ең біріншіден сонау алыстан ат арылтып келген бүгінгі осы шараға қатысамыз деп ниет білдірген барша палуандарға, азаматтарға бір ауыздан қошемет, құрмет болсын. Енді мәртебелі жақсылар, мінекей көптен күткен марапаттау сәтіне де келіп жеттік. Олай болса, ең бірінші болып бүгінгі күні сонау ақындар мен батырлар елінен келген азаматтарды марапаттауға Нұрбол Бөрібек бас төреші өзі кіріспек. Енді Нұрекеңе микрофон ұсынамыз. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Жігіттер, палуандар құтты болсын баршаларыңызға. Керемет ойын болды. Көз құрышы қанатындай керемет. Сақтарын сынбасын. Алла қаласа талай жеңісті күндері алда. 4-ші орынға арнайы құрмет қағаздарымен Төлен Алдияр, Орынбасар Елжан, Әділбек Нұркен, Якупов Хайрул атты азаматтар марапатталады. Мінекей арнайы мақтау қағаздары, арнайы медальдармен. Палуандар, аттан түспеңдер, тақымдарың талмасын, аттарың сүрінбесін, жүлделі орындардан, биіктерден көріне беріңдер дегіміз келеді. Мына қошеметтің барлығы сендер үшін. Команда толық келсін. Мінекей бұл жігіттер кезінде осы ЖКЛ алғаш бастала бастаған кезде бұлар сол ЖКЛ-дің жанкүйері еді. Бүгінгі күні өздері ат тізгінін ұстап, шауып, осы ЖКЛ-дің басы қазанда қайнап шапқылап жүрген азаматтар болып отыр. Қошеметтеріңіз болсын. 3-ші орынды марапаттайтын белсенді белгілі актер, Мұхтар Әуезов театрының актері, сіздердің ыстық ықыластарыңызбен Максим Абзалбек мырзаны қошеметтеріңізбен шақырайық. Бәрекелді. 3-ші орында сіздердің ыстық ықыластарыңызбен Ақтаев Данияр мырза, Үсен Дархан, Сайлау Бегасыл, Күлқұданов Жанболат атты азаматтар иеленді. Дәукей Көкпар клубының командасы. Мінекей бәрінен де Данияр мырзаға бір қошемет сақып қойыңыздар, ерекшелеп тұр. Жастардың ортасында жасындай жарқылдаған азамат. Ардагер Шабандос 40 жастағы. Ұлытаудың төрінен Алатаудың асқарына қарай бет бұрған азаматтарды марапаттайық. Ол марапатқа мен ортаға Данияр Дәукей ағамыз шақырамын. Сіздердің ыстық ықыластарыңызбен қошеметтеріңіз болсын. Мінекей арнайы мақтау қағаздарымен, арнайы медальдарымен, арнайы ақшалай сыйлығымен сонау Қарағандыдан келген нәтиже көкпар командасы марапатталады. Басаринов Жандос, Тілеубек Темірлан, Жаңбырбаев Әнуар, Бейсенбеков Әбіл атты мырзалар. Қошеметтеріңіз болсын ағай. Мінекей жігіттер, азда болса көптей көріп, осындай додалардан қалмай өнерлеріңізді көрсетіп, ағайынның алдында атадан қалған дәстүрді жаңғыртып жүре беріңіздер. Қошеметтеріңіз болсын ағайын тағы да. Құтты болсын. Міне маған бұйырып тұр арқаның бауырларымды құттықтауға. Аллаға шүкір. Бәріне құтты болсын. Ұзын ағаш, жарайсыңдар. Алға, міне мынау жігіттер біздің жанкүйер болып кішкентай кезінен енді шауып жүр, алхамдулилля. Міне
болашақ алда уайымдамаңдар. Қатысқаны үшін Алла разы болсын. Керемет. Кеше мына нелерді, кубоктарды көріп жатқан кезде Нұрекең өзі айтып қалды, мына жерде Бертіс 1 деп тұр деп. Ол да Алла қаласа бізге мотивация. ЖКЛ 7-ші кубок, Бертіс кап 1, Алла қаласа бұл енді әлі талай бірнеше жарыстар болады. Бүкіл қатысқан палуандар, Алла разы болсын сіздерге. Нағашылар, жарадыңыздар, Алла разы болсын. Бірінші орын Меркі Ақтоған командасы. Бәрекелді. Ал қошеметтеріңіз болсын. Арнайы медальдармен, арнайы сыйақымен, арнайы мақтау қағаздарымен сонау Меркіден келген Ақтоған Көкпар командасы марапатталады. Әптекбай Ерсұлтан команда мүшелері Жақсылықов Руслан, Төтенов Елдар, Құлсары Есіркеп. Қошеметтеріңіз болсын ағай. Бүгінгі ойынның бас демеушісі Бертіс мырзаның қолынан керемет сый-сияпатты қабыл алыңыздар. Мерейлеріңіз әрдайым үстем болсын. Шаршамай, шалдықпай, дәл осындай додаларда, орталарда шапқылап жүре беріңіздер. Жазуына расыменен назар аударсаңыздар, Бертіс куб 1 деп жазылып тұр, әлі де жалғасын табады деген сенімдеміз.